Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Бүгін Жандарбек Бұлғақтың сөз менеджменті кітабын оқып беруді жөн көрдім. Ораторлық өнерді меңгеріп, өз салаңның үздігі бол. Үш адам бұл кітапқа өзінің пікірін білдірген. Бауыржан Оспанов, кәсіпкер меценат Айнұр Тұрсынбаева және Қуаныш Шомбай. Бұл кітаптан сіздер деген қандай ақпарат аласыздар? Кеттік. Сөз менеджменті кітабы жаңа заманның сұранысына сай жарық көрген туынды. Халықтың психологиясын, ұлттық болмысын ескере отырып жазылған кітапта сөйлеу шеберлігін арттыратын бірнеше тәсіл көрсетілген. Әртүрлі мамандық өкілдері кітапта көрсетілген тәсілдерді қолдану арқылы ойын орнықты, сөзін көркем жеткізе алатын деңгейге қадам жасайды. Кітап барша оқырман қауымға арналады. Бұл кітапты оқу арқылы мына сұрақтарға жауап табасыз. Ораторлық өнерді қалай меңгеруге болады? Сөйлеуге дейін дайындық қалай жүзеге асады? Әлемдік деңгейдегі ораторлардың құпиясы қандай? Келіссөздерді өз пайдаңызға шешу жолдары қандай? Ораторлық өнер арқылы қалай табыс табамыз? Лидерлік қабілетті қалай арттыруға болады? Аудиторияның алдындағы қорқыныш пен уайымды жеңудің нақты жолдары қандай? Дауыс пен дикцияны қысқа мерзімде қалай жоғары деңгейге көтереміз? Есте сақтау қабілетін қалай жақсартамыз? Аудиторияны игеріп, халық назарын қалай ұстап тұрамыз? Шешендік өнердегі импровизация, суырып салмалық қасиетті қалыптастыруға бола ма? Әсерлі әңгіме құпиясы неде? Сондай-ақ кітапта тек теория емес, практикалық тапсырмалар да берілгендіктен сіз уақытыңыз тығыз, дайындыққа мұрсат аз болса да, сөзіңізді дайындап үлгеруді, қорқынышыңызды жеңіп, залда өзіңізді еркін ұстауды, сөзіңізді көрерменнің есінде ұзақ сақталатын фишка сөздермен толықтыруды, аудиторияда сенімді атмосфера орнатуды үйренесіз. Алғы сөз, кіріспе бөлім, сөздің адам тағдырына әсері. Кітапты оқысам, оратор болып кетемін бе? Ораторлық қабілетті анықтауға арналған тест. Сөйлеуге дейін қандай дайындық қажет? Ораторлық өнер не үшін немесе кім үшін қажет? Тыңдаушыға әсер ететін 1 минут. 463 миллион доллар табыс әкелген түйін сөз. Оратордың киімі. Мәтін даярлау. Аудитория алдында қорқынышты жеңудің нақты 3 жолы. Аудиторияны игеру. Халық назарын ұстап тұру құпиясы. Дауыс пен дикцияны қойып алайық. Говорит Москва. Микрофонмен жұмыс, пауза тәсілін тиімді пайдаланыңыз. Ысылғанның пайдасын қысылғанда көресің. Жақсы оратордың тұтас денесі сөйлейді. Әсерлі әңгіме құпиясы. Келіссөзді өз пайдаңызға шешудің жолы. Уақыт регламентін сезіне біліңіз. Жеке стиліңізді қалыптастырыңыз. 3 санының риторикадағы маңызы. Қорытынды сөз қалай айтылады? Бата мен тілек, ораторлық өнеріңізді тағы бір сынап көріңіз. Қорытынды. Алғы сөз. Әдетте қалам ұстаған адамның көбісі қазақы тірлігі қайнап жатқан ауылда өмірге келеді. Ал мен қалада туып, асфальттың үстінде асыр салып ойнап өстім. Бірақ ес білгелі батырлар жыры, ақындар айтысы, қара өлең, аңыз әңгімелерді құлағыма құйып, қалыптасуыма себепкер болған әкем Айтақын Бұлғақов. Егер бала күнімде әкем менің қолыма бірнеше әдеби кітапты ұсынбағанда, бұл кітап жарық көрмес пе еді. Сондықтан да мен алғашқы кітабымды биыл 60-тың асқарына шыққан әкем Айтақын Бұлғақовтың құрметіне, сондай-ақ оның жеке бапкері анам Жәмила Әбілғазы қызының құрметіне арнаймын. Жандарбек Бұлғақ. Міне осындай кітапты мен сіздерге оқып беремін бұйырса. Егер де менің видеоларым ұнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта келсек, сау, сәлемет болыңыздар.